Менің аты жөнім Байнасов Бағлан Айтбайұлы. Мен Түркістан облысы, Түркістан қаласында орналасқан Ерқанат Тәңірбергенов атындағы Түркістан индустриалды техникалық колледжінің теміржол мамандығы бойынша бірінші санатты оқытушымын. Менің миссиям Конфуций айтқандай, мұғалімнің мақсаты оқушының ойлауына жаңа перспективалар ашу демекші. Мен де студенттерге мамандыққа деген қызығушылықтарын арттырып, жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сапалы білім беріп, елімізге үздік мамандарды даярлау. Өзімнің сабақ өту барысында теміржол мамандығы бойынша арнайы өзіміздің зертханамызда құрал жабдықтарымыз бар, өзіміздің басқару пульттеріміз бар, және де тағы басқа стендтеріміз бар. Солар арқылы білімдерін шыңдап, өндіріс кезінде және ол өзіміздің зертханамыздан бөлек тәжірибе ретінде Түркістан станциясына апарамыз. 2021-2022 оқу жылында бізге инновациялық жоба жасау керек болды. Яғни WorldSkills чемпионатының көрмесіне. Біз оған Түркістан станциясының вокзалын алдық. Түркістан станциясының вокзалы біз үшін өте киелі ғимарат болып саналады. Бір ғасырлық тарихы бар. Айта кететін болсақ, студенттер және мұғалімдер болып, біз инновацияға жұмыс жасадық. Біз июнь айында жаңағы WorldSkills көрмесіне алып шықтық өзіміздің жобамызды. Орада білім басқармасынан келген қонақтар барлығы көріп, макетімізге жоғары баға берді. Осы біздің басты жаңалығымыз 2021-2022 жылға WorldSkills чемпионатына өзімнің студентім Сарыуар Азамат Алмасұлы теміржол көлігінде тасымалдау процесін басқару құзыреттілігі бойынша қатыстырып, бірінші орын жеңіп алдық. Түркістан индустриялды-техникалық колледж студенті Сарыуар Азамат Алмасұлы марапатталады. 100.000 теңге. Азамат бауырымызға қолдау білдірейік. Келесі құзыреті локомотивті басқару құзыреті. Ал енді сөзімді қорытындылай кететін болсам, Мағжан Жұмабаев атамыздың сөзімен қорытқым келіп отыр. Алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі дегенде, барлығымыз төрдегі орындарымызды жоғалтпай,